Ағайынды Бексұлтан мен Ерсұлтан Әлиевтер түрік ұлтының өкілдері. Ата-бабасы Қазақстанға жер аударылып осында мекендеп қалған. Қиын қыстау күні төрінен орын беріп өзектен теппеген қазаққа атасының алғысы ретінде шығарған өлеңін бүгінгі ұрпағы жатқа оқиды. Сәлем беріп, сәлем алдым. Жаса сен қазағым. Домбырамды тартып әнде салдым. Жаса жан қазағым. Ал Джейран Сулейманидің түбі ирандық. Оның да ата-бабасы тағдыр тәлкегімен Қазақстанға жер аударылып келген. Бертін келе қазаққа сіңісіп, бүгінде бауырдай араласады. Қазақ еліне біздің ұлтымыздан алғысымыз шексіз. Біздің ата-бабамыз осы жерге қоныс аударған кезде құшағын кең жайып қарсы алған үшін көп рахмет. Қазіргі таңда қазақ жерінде 130-дан астам ұлыс өкілдері тұрады. Бірінің тарихи тамыры ортақ болса, енді бірі тағдыр тауқыметін тартып келген. Соның әр қайсының да қазаққа айтар алғысы бар. Имени славянского народа. Барлық славян халқының атынан қазақтарға елбасымызға алғысымызды білдіремін. Біздің осындай тыныш, бейбіт, тамаша мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға рахмет. Тихой и мирной. Пейілі мен мейірі тасыған қазақ түрлі ұлт өкілдеріне төрін беріп, тоғашымен ғана емес, той-томалағымен бөлісіп келеді. Сондықтан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылы 14 қаңтар күні 1 наурызды қазақтарға алғыс айту күні деп жариялады. Құндылықтардың қадіріне жете алған елдің келешегі кемел. Мен алғыс айту күнін осындай мақсатпен белгіледім. Облыстық әдет ғұрып және салт дәстүр орталығына жиылған бір шаңырақ басын біріктірген түрлі ұлт өкілдері ән салып әңгіме дүкен құрды. Олардың ортақ отаны Қазақстанға деген алғысы шексіз еді.